жылда біз осы қоғамдық өкілдерін, үкіметтік мекемелер бар, солардың өкілдерін алып келіп, осының бәрін көрсетеміз, қалай шығып жатқан. Бүгін мына Береке учаскесінде тұрық. Бұл Береке учаскесінде 73 гектар да егілген. Осы биыл мына 2 жыл болып жатыр. Өздеріңіз көріп тұрған боласыздар талдардың шығуына. Соның барлығын мына өзіміздің мердігеріміз бар. Ол мердігер, кәсіби мердігер, осы көгалдандыру жұмысын бұрын істеген. Бұл жұмыстар басталмастан бұрын анағыдай жоба жүргізіліп, ғылыми институттармен қандай ағаш төзімді бізге Атыраудың жеріне, мысалы құрғақшылығымыз бар, тұзға төзімді ағаштар алынып, іріктеліп, осы жерде қазір 4-5 түрі бар. Қарағашымыз бар, сақсауыл деген бар, жидек бар, үйеңкі, сондай ағаштар отырғызылған. Бүгінгі келіп отыр, тағы да мына акиматтан адамдар бар, департамент экология дейміз, соның басшысы, тағы да ғылыми институттардың өкілдері, және де бүгін бірінші рет Мақат ауданының әкімінің орынбасарлары, басқа да қоғамдық белсенділер келіп отыр. Атырау облысы бойынша экология департаменті осы бізде 22 жылы арнайы жол картасы жасақталған. Соған сәйкес біз жылдан бір рет осы ірі компаниялармен осы көгалдандыру мәселелерін қалай отырғызып, қалай талдардың өздерінің қабылдағандарын тексеріп, осы қоғам өкілдерімен және мемлекеттік органдармен осындай шара өткізіп отыр. Қазір келіп тұрмыз Көкбай және Береке ақшам ауылы. Былтырғымен салыстырғанда биыл енді нәтижені көріп тұрмыз. Енді 73 гектардай жалпы отырғызып, қазір енді басқа да Соколов каналында бар. Оны енді біз ары қарай жұмыстанамыз осы жұмыстармен. Осы меморандумның жасаған жұмыстарын аяқтағанша осы біздің департамент бақылауында болады. Осылай шараларды біз өткізіп қарап тұрмыз.